Сәлеметсіздер ме достар, баршаңызға. Бүгін сіздермен жылдам пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, құрамы өте қарапайым заттардан тұрады. Әрбір адамның үйінде табылатын заттар. Ораза кезі жылдам не дайындасам болады екен дейтін қыз-келіншектерге осы лайфхак. Жылдам пирожки дайындап көріңіздер. Құрамы өте қарапайым, кез келген үйде табылатын заттардан дайындалады. Осылайша аз ғана заттардан дәмді пирожкилерді пісіруімізге болады. Бисмиллах деп іске кірісеміз. Картопымызды алып, үкіштен өткізуді бастаймыз. Картопымызды да үкіштен өткізіп алдым. Енді көкөністерімізді осылай майдалап тураймыз. Қайнатылған жұмыртқаны көбек қылып турап алатын боламын. Тағы да кішкене осылай майдалап жіберемін. Сарымсақ пиязды осылай үкіштен өткізіп аламын. Сарымсақты қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен өзім ұнатқаным үшін қосып жатырмын. Ендеше қатты сырымызды аламыз да осылай үкіштен өткіземіз. Бір жұмыртқа саламыз. Дәміне қарай дәмдеуіштерді қосамыз. Тұз, приправа, тәтті тұз. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Сосын үстінен жылы сүт құямыз. Сүтпен де жақсылап араластырамыз да, сосын барып ұн саламыз. Ұнды көп қосып жібермейміз, бізге кішкене қоюлау болса жетеді. Мінекей осылай ұнымызды салып аламыз да, тағы да жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған табада осылай құйып, екі бетін қызартырып, қуырып ала береміз. Мінекей аударып, екінші бетінде қызартырып пісіріп аламын. Осылайша жылдам пирожкилерімізді пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, жылдам пирожкилерімізді дайын, пісті. Рецепті сақтап алыңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Альбина ас болсын. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте қажет.